Тауық етінен және кабачкиден жасалатын өте дәмді жұмсақ котлет жасауға үйретемін. Рецепті соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ыдысымызға тауық етінен жасалған фарш, жуа, кабачки, батон, чеснок, жұмыртқа, тұз, қалаған приправаңызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Қызып тұрған майымызға котлеттерімізді екі жағын қуырып қызартып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Үлкені де, кішісі де жақсы көреді. Егер де менің рецептім ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.